Assalamu alaikum, menin көрермендерім. Бүгін сіздерге құмырсқа туралы қызықты деректер айтып берейін. Қасиетті Құран кәрімде құмырсқа туралы Нәміл сүресі 18 аятында былай дейді. Олар құмырсқалар алқабына келген кезде, бір құмырсқа: "Ей құмырсқалар, ұяларыңа кіріңдер. Сүлеймен мен оның әскері байқамай сендерді басып кетпесін." Ал енді құмырсқа туралы қызықты деректерді құмырсқаның өз аузынан естіңіздер. Мен құмырсқамын, таңғажайып жаратылысыммен таныс бол. Менің миым өте кішкентай, бірақ ақылым керемет. Менде небәрі бірнеше мың нейрон бар. Соған қарамастан, Жолымды табамын, жоспар құрамын, қауыммен бірлесіп әрекет етемін. Мен әрдайым ұжыммен тіршілік етемін. Жұмысшылар, күзетшілер, аналық бар. Мен өз салмағымнан жиынма 50 есе ауыр жүк көтере аламын. Егер адаммен салыстырсақ, 70 келі адам 1,5-3 тонна көтергендей күш бұлшық етте емес, жүйеде. Менің өкпем жоқ, мен тері арқылы тыныс аламын. Сондықтан суға түссем, ұзақ шыдай алмаймын. Мен достарыммен иіс арқылы сөйлесемін. Біз феромон бөлеміз, қауіп туралы ескерту, азық жолын көрсету, шабуыл белгісі. Бұл біздің химиялық тіліміз. Мен жүрген жолымды ешқашан ұмытпаймын. Мен күннің бағытына, иіс іздеріне, жер бедеріне қарап навигация жасаймын. Біздің аналығымыз 20-30 жыл өмір сүреді. Ал жұмысшыларымыз бірнеше ай ғана. Өмір ұзақтығы міндетке байланысты. Біз табиғаттың санитарларымыз. Өлі жәндіктерді тазартып, топырақты қопсытып, экожүйенің тепе-теңдігін сақтаймыз. топырақты қопсытып, экожүйенің тепе-теңдігін сақтаймыз. Мен жалқау емеспін. Еңбек символымын. Құранда, хадистерде, халық даналығында мен еңбек пен тәртіптің үлгісімін.